Қасым-Жомарт Тоқаевтың үндеуінде көрсетілген, жолдауында көрсетілген цифрлы Қазақстан немесе халыққа жақын полиция саясатын іске асыру мақсатында Қазығұрт аудандық ішкі полиция бөлімімен бірқатар жұмыстар атқарылуда. Алдын алу жұмыстары, халықпен түсіндіру, тығыз байланыста жұмыс атқарудамыз. Ауыл тұрғындарының арасында интернет алаяқтық деген жаңағы ұялы телефон арқылы өзін хабарласып, мен банктың қызметкерімін немесе қандай да бір компанияның өкілімін деп таныстырып, сіз осы компаниядан автокөлік өттіңіз, немесе банктен ірі мөлшерде жаңағы кредит сізге шығып тұр, несие шығып тұр, сол несиені алуға мүмкіншілігіңіз бар, халықтың сеніміне кіріп, сол арқылы ілік көлемде қаржыларын жымқырып жатады. Сондықтан соған өте сақ болса деп ойлаймын. Халықтың барлығына түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Осыған қарамастан елең алып жатыр. Екінші мәселе мына бүгінгі таңға шомылуға тыйым салынған жерлерде шомылып жатады. Оның алдын алу мақсатында біз қазір аудан көлемінде тыйым салынған жерлерде түсіндіру, төтенше жағдай қызметкерлерімен бірлесіп қызмет атқарып жатырмыз, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сондықтан осы маңда осы балдардың тыйым салынған жерлерге қарап, алдағы уақытта оларды болдырмау, алдын алу мақсатында ескертіп жасап жатырмыз. Суға шомылу уақытысы түскі мезгіл және күн батқанға дейінгі шомылатын уақытысында рейдтік шаралар ұйымдастыратынбыз. Бөлім ішінде 89, аудан ішінде 23 камера. Оның аудан ішінде 3 камерамыз біз интегралды. Жақын арада бір топ мал ұрылары құрықталып ұсталды. Қазір қамауға алынды. Алтын тамырға ұқсас бір өсімдіктің тамырынан жинап жүрген 2 адам құрықталып келді. Қазір біз сараптама тағайындаймыз. Шекара заставасының қызметкерлерімен бірлесе отырып жүргізген жедел шаралардың нәтижесінде қазіргі уақытта бізде 2 азамат ұсталып отыр. Бұл азаматтар сол таудың етегінен алтын тамыр өсімдігінің тамырына ұқсас заттай дәлелдеме ретінде бұл кісілерден қазіргі уақытта тәркіленіп алынды. Сараптама қорытындысын алғаннан кейін алтын тамыр өсімдігіне ұқсас заттың нақты екенін белгілі болатын болса, көрсетілген азаматтар қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады.